Машһүр Жүсіптің балаларына, немерелеріне деген көзқарасы. Бұл жағынан да мәшһүрдің елден ерек бір қырын аңғаруға болады. Үлкен баласы Шарапиденге баласы Сермағамбеттің серлігін үлгі етеді екенде, жүйрік ат, қыран бүркіт, алғыр тазы ұстатыпты. Оны ақан серіге апарып, дидарластыруды армандап жүреді екен. Ал ортаншы ұлы Әмен білім қуып үнемі шеш жүрген. Әлде қалай елге, үйге келе қалғанда онымен ұзақ әңгімелесіп отыратын болса керек. Әмен өте шешен адам болыпты, әрі бетті. Қандай адам болса да алдынан кесе көлденең өтпей, тоқтап тұрып қалады екен. Бірақ әкесін ардақ тұтқан ол, оның алдында құрдай жорғалап, молдеке деп отырушы еді дейді. Содан бар баласы Мәшһүрді солай атап кеткен. Мәшһүр де оны асып туған, қырда жүрген саяғым деді емес пе? Мәшекең 1905 жылы орыс революциясы патша манифесі жайлы жазғанда, сол Әменнің әңгімелерінің әсерімен қолға қалам алған жоқ екен деген ойға қаласың. Ал ол кісі 1916 жылы тылдағы жұмысқа да алынған ғой. Кіші баласы Пазылды бір үйге майлық, сулық керек деп, үнемі өз төңірегінде ұстап, шаруашылықпен айналыстырады екен. Ол өте ұяң адам еді. Тіпті әкесінің алдына да жиі бара бермесе керек. Мәшекең қырқынан шыққан немерелерін алдына алып, маңдайынан жай ғана иіскейтін болса керек. Төңірегіндегілерге жас баланың бетінен сүйуші болмаңдар деп, қатты қадағалап тапсырады екен. Ал аяғы шыққан немерелері алдына жиі келіп, әлде қалай мазасын алса, оған реніш білдірмей, баласын алып кетуге келген келіндеріне тыныш отыр, үйіңнен алып келген балаң бар ма деп тыйып тастайтын көрінеді. Бірде Төлеубай деген немересі Мәшекең намаз оқып отырғанда артынан келіп, о жер бұл жеріне саусағымен шығып, ойнап отырғанын көріп қалған келіні оны алып кетпек болғанда Мәшекең намазын бұзып, ойнаса өз атасының өзінікіндей денесімен ойнап отыр, тиме деп зекіп тастапты. Ал осы Төлеубай Мәшекеңнің немерелес туысының Төртбай деген жас баласы қайтыс болғаннан соң туған екен. Содан оның есімін Төлеу деп қойған. Бұл 1921 жыл еді. 2 айдан аса уақыт жол жүріп, Машһүр үйіне оралған екен. Әй-жай болған соң үйдегілер Мәшекең жоқта туған немересін құндақтап, Мәшекеңнің алдына алып келеді. Ол әуелі, мұның атын қойдыңдар ма деп сұрайды. Қойдық. Кім деп? Олжабай деп дейді үйдегілер. Күні кетпей, шалалау туған соң солай атадық. Олжабай. Қызық екен. Біреуің басқамен түсіктес болып бедіңдер. Бұларың қалай? Байы бай болсын, олжасы несі деп ұзақ ойланып отырып қалады. Сөйтіп отырып нәрестеге де көз қиығын салып қояды. Содан соң ауыр күрсініп алады да. Бұл бала өмірге қонақ, аты қонақ болсын деп қысқа бата қайырады. Осы немересіне ақсақалдың кейін ықыласы асы қатты оған екен. 3 жасында арабша сөйлеп, хат таныпты. Сол қонақ 1942 жылы соғысқа өзі сұранып аттанып, 1943 жылы Калинин майданында опат болды. Көрнекті ақын Мұзафар Әлімбаев Керекуде қонақпен бірге мектепте оқыған екен. Мұзекең кейінде елге келгенде, қонақтың жанында біз ақын емес едік. Ол бізге зорлап өлең жазғызатын. Тірі болса оның алар биігі бізден әлде қайда еңселі болар еді деп көзіне жас алған болады. Сол сияқты Сырбай Мәуленов те қонақпен Қызылжарда бірге болғанын емірене еске алатын. Мен дүниеден өткен соң артымнан бір ұрпақ келеді. Ол жаңа заманның баласы. Атын сүйіндік қойыңдар. Өлінің тілін тірі алмайды деп жүрмеңдер. Мен өлсем де тыныш жатпаймын деп қатты тапсырып өсиет еткен екен. Мен ол кісі дүние салғаннан кейін
7 айдан соң туыппын. Ал мен өлсем де тыныш жатпаймын дегенде, өзінің Алла берген асыл қасиетіне сай аруақтылығын аңғартса керек. Ол турасында да ел ішінде әңгімелер баршылық. Соның бір парасы былай болып келеді. 50-ші жылдардың басында Мәшһүр зиратының сырт жағын ала тұрған Жаман Бөкенбай тауында кен барлаушылар жұмыс істеп жатыпты. Сол жылы күз ерекше жаңбырлы болғанға ұқсайды. Алмашекеңнің басына түнеп жүргендер зираттың ауызғы бөлмесінде отын жиыстырып қоятын. Келушілер оны жағып пайдаланып, қайтар кездерінде орнын толтырып кетеді екен. Осылай бейіт басына алма-кезек жұрт әкелген отын қоры үзілмейтін еді. Қалың жаңбырда жаңағы кен барлаушылардың жағатын отындары таусылып, зират басындағы құрғақ отынды алып кетеді. Бірақ отын қанша құрғақ болғанымен маңдып жанбайды. Мұны көрген кен барлаушылардың бастығы, орыс жігіті, сендер мына отынды қайдан алдыңдар деп сұрайды. Кен барлаушылар шындарын айтады. Сонда жаңағы жігіт, сендер алдымен зираттың кімдікі екенін біліп алдыңдар. Ал қазір мына алған отындарыңды орнына апарып тастаңдар деп бәріне қатты кей. Әрине, ол күні кен барлаушылар ыстық тамақ іше алмағанымен, іле жағдайлары оңға басса керек. Бұл жайлы сол кезде кен барлаушылардың жүргізушісі болып жұмыс істеген керекулік Самат Иманшәріпов деген азамат есіне алып отырушы еді. Сүйіндік Көпеевтің естелігінен.